Ассаламу алейкум мұсылман қауым. Мұсылманға парыз болған оразада өзінің мәресіне жетіп отыр. Сіздерді осы ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осы ораза айт күні сахабалар бір-бірінің үйіне зиярат етіп айтшылаған екен. Бір-біріне сыйлықтар берген екен. Пайғамбарымыздың хадисінде екеніндей, бір-бірлеріңе сыйлық беріңдер. Сол кезде бір-біріңмен туысқандық қарым-қатынастарын, бауырмашылдық қарым-қатынастарын нығая түседі деген. Сондықтан осы айт мерекесінде бір-бірімізге жақсы көңіл күймен құттықтап, бір-біріміздің үйлерімізге барып, бір-біріміздің туысқандық қарым-қатынасымызды, бауырмашылдығымызды арттырайық ағайын. Айт құтты болсын. Ассаламу алейкум. Вот и закончился священный месяц Рамазан. Пролетели 30 дней нашего поста. Поздравляем всех от чистого сердца с праздником Ораза Айт. Пусть этот праздник принесет в каждый дом здоровье, счастье и благополучие. Пусть будут приняты наши благие намерения и наши мольбы. Ораза айт құтты болсын ағайын.